Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде кешкі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы және сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағандыда экс-премьер Серік Ахметовпен бірге өңірдің бір топ бұрынғы басшыларына қатысты сот отырысы қайта жанданды. Атышулы істе күдіктілерді 50 адвокат қорғауда. Түркияның Стамбул қаласындағы полиция ғимаратында жарылыс болып, 3 адам көз жұмды. Ал бірнеше сағаттан соң осы шаһардағы ақш-тың консулдығына белгісіз біреулер оқ жаудырды. Еліміздің археологтары тағы бір баға жетпес олжаға кенелді. Бұл жолы олар 5 қаруы сайланған жауынгер әйелдің қабірін тапты. Қарағандыдағы Серік Ахметовтың ісі бойынша сот отырысында экс-премьердің адвокаты Николай Лесник оның кінәсіздігін дәлелдейтін айғақтарды іске қосу туралы арыз берді. Әңгіме пара алу мен бюджет қаржысына қол сұғу баптарына қатысты айыптаушы тарап болса, Ахметовтың кінәсіздігін дәлелдейтін қосымша айғақтарды сұрату туралы Лесниктің арызын ашық қалдыруды сұрады. Айта кетейік, Ахметовтың ісі бойынша сот отырысы шілденің 27-сінен бері жалғасуда. Экс-премьермен қатар тағы 20 адам айыпталушылар орнында отыр. Олардың арасында облыстың және қаланың бұрынғы әкімдері Бауыржан Әбдішев пен Мейрам Смағұлов бар. Аталғандардың барлығы жемқорлық қылмысқа қатысты айыпталуда, күдіктілерді 50 адвокат қорғауда. Бір ғана Серік Ахметовтың басында 5 қорғаушы бар. Экс-премьерге қатысты қылмыстық іс 340 томнан тұрады. Алматыдағы нөмірі 58-ші балабақшада 5 жасар қыздың өліміне әкелген көлік апатына кінәлі Татьяна Семченконың ісі бойынша сот отырысы тағды 13 тамызға шегерілді. 4 тамыз күні басталған сот отырысында айыпталушы өзінің кінәсін толық мойындап, судьядан жәбірленушілермен бітімге келгісі келетінін айтып өтініш жасаған еді. Бүгін Әуезов аудандық сотының судьясы Бақытжан Есенов процессуалдық келісімге қол жеткенін айтып, оның заңға қаншалықты сай екенін тексеру үшін сот отырысына 2 күн үзіліс жариялады. Алайда бүгін зардап шеккен тағы бір баланың ата-анасынан арыз түсті. 5 жасар Салтанатты Сұлтанғалидың әкесі Алмас Мұхаммеджанов қызының ауыр жарақат алуына байланысты айыпталушы Татьяна Семченкодан 1,5 миллион теңге көлемінде моральдық материалдық шығынды өндіріп беруді сұрады. Жәбірленуші тараптың айтуынша, бұл қаржы қызы Салтанаттың денсаулығын 2 жыл бойы қалпына келтіруге жұмсалады. Соған қарағанда бұл іске үкім шығатын уақыт әлі созылатын түрі бар. Еске сала кетсек, 20 мамыр күні жол талғамайтын көліктің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, балабақша ауласына ойнап отырған балаларды соққан еді. Салдарынан 5 жасар қыз көз жұмып, 9 бүлдіршін әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылған болатын. Павлодарда Сарыарқа қонақ үйінен құлап, ауруханаға жеткізілген 12 жастағы Валерий Череповке күш көрсетілгенге ұқсайды. Сондықтан жасөспірім өзіне өзі қол жұмсауы ықтимал. Бұл туралы бүгін облыстық ішкі істер департаментінің мамандары мәлімдеді. Жас спортшы Павлодарға Щучинск қаласынан шаңғы роллер спортынан өтетін чемпионатқа қатысуға келген. Естеріңізге сала кетсек, жұма күні жасөспірім қонақ үйдің терезесінен секіріп, ауыр жарақат алған болатын. Қазір ол жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Мамандардың айтуынша, аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу тексеру жұмыстары жүргізілуде. Нашли на каком козырьке, просто одно место, откуда он мог упасть. Баламның жаттықтырушысының айтуынша, ол сайыста жеңіске жету үшін үлкен үміт арқалап келген. Мен бүгін балам құлаған аумаққа бар, барлығын өз көзіммен көріп қайттым. Сол күні жаңбыр құйып жауыпты. Мүмкін аяғы тайып құлап кетуі мүмкін. Ал біреу оны итеріп әдейі құлатты дегенге мен сенбеймін. Балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша Шығыс Қазақстан облысында сынақтан өткен жоба еліміздің басқа аймақтарында жүзеге асырылады. Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорымен жүргізілген пилоттық бастама оң нәтижесін көрсетуде. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында Білім және ғылым министрлігі балалар құқықтарын қорғау комитетінің бас сарапшысы Ержан Жиренбай осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, аталмыш жоба оқу ордаларында тіркелетін құқық бұзушылықтың қатарын төмендетуге бағытталған. Заманауи бастама зорлық-зомбылық туралы деректі тіркеп, жылдам әрекет жасауға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек республика бойынша кәмелеттік жасқа толмағандар үшін 18 бейімдеу орталығы жұмыс істейді. Биылдың өзінде орталықтардың көмегіне 4000-ға жуық бала жүгінген. У нас есть специальное детское отделение. Кез келген бүлдіршін зорлық-зомбылыққа қатысты деректі арнайы бөлімге келіп хабарлай алады. Егерде балаға қауіп төнген жағдайда біздің орталықта 3 айға дейін тұруға мүмкіндік беріледі. Осы аралықта оған психологтар қолдау көрсетеді. Сондай-ақ спортпен шұғылдануға баса назар аударылады. Тіпті музыка сабақтары да өтеді.
реабилитация включает... Құқық бұзушылықты анықтау мен бұзақыларды анықтауда көше бейнетаспаларының көмегі зор. Қызылорда қаласындағы бір кафе маңында екі жігіттің жасөспірімді ұрып соғып жатқандығы қыра құралдың назарына іліккен. Оқиға орнына дереу аттанған тәртіп сақшылары әлімжеттік көрсетіп жатқан әлгілерді қолға түсірді. Сондай-ақ 39 жастағы мына азамат та заң алдында жауап береді. Тапа-тал түсті коммерциялық дүңгіршекті тонауға талпынған ол пышағын жалаңдатып сатушының бар ақшасын қағып алған. Бірақ жоспары іске аспай қалды. Бейнетаспа арқылы болған істі бақылаған полицейлер тонаушыны көп ұзамай ұстап алды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабының 1 бөлігімен, яғни тонау қылмысымен тіркеліп, сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Тағы айта кететін жайт, қазіргі қылмыстың алдын алу, құқық бұзушылықтарды анықтау барысында қала орталығында орналасқан 243 камера бойынша осы жыл басынан бергі 136 қылмыстың беті әшкереленсе, 26 мыңның үстінде құқық бұзушылықтар анықталып, олар бойынша өзінің тиісті шаралары көрілуде. Әлем жаңалықтарынан. Түркияның Стамбул қаласындағы полиция ғимаратында жарылыс болды. ТАСС агенттігінің хабарлауынша 3 адам көз жұмды. Тағы 10 шақты адам жараланған. Жергілікті полиция басқармасының мәліметінше көлікке жасырылған жарғыш зат іске қосылған. Оқиға Стамбулдың Сұлтанбейли ауданында түнгі сағат 1-лерде болды. Қазір жарылыс орнында мамандар жұмыс істеуде. Ал полиция ғимаратында жарылыстан бірнеше сағат өткенде Стамбулдағы ақш-тың консулдығына белгісіз біреулер оқ жаудырған. Онда қаза болғандар жайлы ақпарат жоқ. Техас штатында ер адам үйін тексермек болған полиция қызметкерлеріне оқ жаудырды. Атыс 1 сағатқа созылып, тәртіп бұзушы ақыры берілген. Полицейлер үй ішінен бүлдіршіннің жансыз денесін байқап қалған. Тексеру барысында күдіктінің үйінен 8 адамның мәйіті табылды. Қаза болғандардың 6-ы балалар, олардың барлығын қылмыскер байлап бастарынан атып өлтірген. Ал ер адамға адам өлтірді деген айып тағылды. Ал Мьянмада су тасқынынан зардап шеккен адамдардың саны 1 миллионға жуықтады. Табиғи апаттан қаза тапқандардың саны 100 адамнан асты. Жүздеген елді мекенді су басып, мыңдаған тұрғындар үй-күйсіз қалды. Тасқынның тыйылатын түрі жоқ дейді жергілікті мамандар. Толассыз жауын салдарынан болған жағдай Комен дауылының кесірінен тіпті қиындай түскен. Осыған орай Мьянма билігі халықаралық ұйымдардан ресми түрде көмек сұрай бастады. Қыркүйектің 2 күні халықаралық ғарыш станциясында ұшатын негізгі құрамдағы экипаж мүшелері жерлесіміз Айдын Айымбетов, ресейлік космонавт Сергей Волковпен қатар еуропалық ғарышкер Андреас Моргенсонның кандидатурасын халықаралық комиссия растады. Сондай-ақ бүгін жұлдызды қалашықта өткен баспасөз мәслихатында экипаждың қосымша құрамының мүшелері де таныстырылды. Олар ресейлік Алей Скрипочка мен Сергей Прокопьев және еуропалық астронавт Тома Песке. Ғарышкерлер халықаралық ғарыш станциясында 10 тәулік болады деп жоспарланған. Жерлесіміз Айдын Айымбетов болса, осы сапарында Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтар бастаған ғылыми зерттеулер жалғастырады деп жоспарлануда. Соңғы 3 жылда Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры құны 7 миллиард ақш долларына жуық 35 жобаны жүзеге асырды. Нәтижесінде 16 мыңға тарта уақытша және 7 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. Бұл туралы бүгін қордың бизнесті дамыту жөніндегі бас директоры Берік Бейсенғалиев мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда 100 нақты қадам шеңберінде инвестиция тарту бағытында ауқымды жұмыс атқарылуда. Мәселен, бүгінде қордың инвестициялық қоржыны 121 миллиард ақш долларына жуық. Осы күні ТМД Еуропа, ақш және Азия елдерінен келетін жетекші компаниялармен, яғни зәкірлік инвесторлармен Самұрық қазына қоры ынтымақтастықты жолға қойған. Бұл бағыттағы жұмыс әлі де жалғасуда, деді бизнес дамыту жөніндегі бас директор. Только в 2015 году... Тек 2015 жылдың соңына дейін 20 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Олардың жалпы құны 6 миллиард 900 мың доллар болмақ. Нәтижесінде 11 мың уақытша және 6 мыңға тарта тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Қазақ тарихы тағы бір тың дерекпен толықты. Оңтүстік Қазақстан облысында қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан археологтар 5 қаруы сайланған жауынгер әйелдің қабырын тапты. Ғалымдар мүрдедегі сүйекке қарап, оның біздің дәуірімізге дейінгі 2 және біздің заманымыздың 4 ғасырларында өмір сүрген болуы мүмкін деп отыр. Археологтар обаны тарихы аз зерттелген Қаңлы мемлекетіне тиесілі дейді. Күні бүгінге дейін тарихи оқулықтарда көшпенді тайпалардың жауынгерлері туралы деректер тым аз кездеседі. Сондықтан бұл қазба қазақ тарихын тағы бір қырынан ашып көрсетуге мүмкіндік береді дейді археологтар.
Археологтар 3 метр тереңдіктегі обадан табылған сүйекті асқан ұқыптылықпен аршып алып жатыр. Өйткені мыңдаған жылдар бойы топырақ астында көмулі жатқан адамның сүйектері шірей бастаған. Жауынгер әйел қаңлы мемлекеттің тұсында өмір сүрген болуы мүмкін дейді мамандар. Бұл егер ер азаматтың денесі болса, онда маңдайы жазық және сүйегі ірі болатын еді. Мұнда мен өте жақсы көріп тұрмын. Маңдайы дөңгелек, көзінің айналасы әйелдің бейнесіне ұқсас. Жақ сүйектері де нәзіктеу. Соған сүйеніп жауынгер әйел деп отырмыз. Тігінен жатқан әйелдің сол жақ қолының астында темірден жасалған алып қылышы бар. Қысқа қанжар мен шаппа тәрізді пышақ та жатыр. Тіпті арқасына ілінген садақты да көруге болады. Қабірден жебенің бірнеше түрлі ұштары мен сүйектен жасалған бұйымдар да табылыпты. Бұдан бөлек құнды заттар да шыққан. Для нашей истории подобные находки. Бұл біз үшін ең үлкен жаңалық болып отыр. Қаншама қазба жұмыстарын жүргіздік. Алайда толық қаруланған әйел сүйегін бұған дейін кездестірген емеспіз. Бұндай тек Сармат тайпаларында ғана кездесетін. Демек, бұл Сармат тайпаларының шығысқа дейінгі аумаққа таралғанын көрсетсе керек. Әзірге біз оңтүстіктен мұндай жаңалықты алғаш рет кездестіріп отырмыз. Жауынгер әйелдің сүйегі мен құнды жәдігерлер аршылып алынғаннан кейін орталық мұражайға жіберіледі. Құнды жәдігерлер толықтай зерттеуден өткізіледі. Археологтар биылғы жаз маусымда бұдан бөлек тағы 2 обаның орнын тапқан. Мамандар соңғы қазылып жатқан мүрдеден де құнды жәдігерлердің шығатынына сенімді. Археологтар жауынгер әйелдің жанынан тағы да бір моланы тауып отыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерге отбасылық адамдар жерленген болуы әбден мүмкін. Мамандардың пікіріне қарағанда, сақталған сүйекке қарап, мына оң жақта жатқанды 7-8 жастағы қыз бала болуы мүмкін дейді. Ал оның жанындағы әйел 30-35 жастардағы келіншекте болуы мүмкін. Бұл қорым әбүйір болғанда ешқандай тонауға түспеген. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда әртүрлі пішінде жасалған құмыралар мен қыз-келіншектердің тағатын бұйымдары, яғни сол замандағы қола және сүйектен жасалған бағалы заттар табылған. Осы ашылып отырған тарихи жәдігерлерге қарап, археологтар қазақ тарихының түпті қияны әлі де тереңде жатқанын дәлелдеуге болады дейді. Бір кездері Күлтөбе қалашығы оңтүстіктегі ең ірі орталықтардың бірі болған дейді ғалымдар. Көне қалашық маңында 23 жылдан бері қазба жұмыстары жүргізіліп келеді. Осы уақыт аралығында табылған құнды жәдігерлер ұлттық тарихымыздың көкжиегін кеңейтіп, жаңа тарихи дүниетанымның қалыптасуына мүмкіндік береді дейді археологтар. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар, Оңтүстік Қазақстан облысынан. Павлодарда туризмді дамытудың кешенді іс жоспары дайындалып жатыр. Басым бағыты емдеу сауықтыру туризміне берілмек. Атақты әнге арқау болған Маралды көлі Павлодар облысының Шарбақты ауданына қарайды. Ал Маралды сынды ащы көлдер облыс аумағында жетіп артылады. Олардың кейбірі облыс тұрғындарының жаз мезгілінде демалатын сүйікті орнына айналған. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Халық арасында бұл өңір тұзғала аталып кеткен. Кезінде көлден тұз алынып, қала тіркесі тау-тау болып үйілген тұзға қарап қойылғанға ұқсайды. Бүгінгі көрінісі басқа, тұзғаланың жағасы туристерге толған. Қыс келгенде біз енді суық аурудан сақталамыз осылай. Осы жерде тұзды суы да бар, емге балшығы да бар. Осының бәрін ем қылып, демалып, әсер алып, күш-қуат жинап бойымызға солай жылда демаламыз. Бір қараған адамға тұнып тұрған табиғат жоқ сияқты көрінеді мұнда. Тұрғындар таза ауамен тыныстап, суға шомылып, рахат алады. Балшығына қызығып келетіндер көп. Вот эта грязь, она лечебная. Мазать буду суставы. Ертеректе көл суын жергілікті халық тек емдік мақсатта пайдаланған деседі. Ермұхамед Қожақанов отбасымен жаз мезгілінде осында бірнеше рет келіп демалады. Табиғаттың өзі тарту етіп отырған тамаша сыйды неге пайдаланбасқа? Барды бағалай білгенде ғана елдегі туризм алға басады деген пікірде ол. Біздің қазақтар қалай? Ойбой шет жерде бәрі бар. Қазақстанда түк жоқ деген біздің бір неміз бар. Ой, Қазақстанымызда да міне бар. Демал, жат, емдел, сен әуелі Қазақстаныңды көріп ал. Міне демалыс, міне ем. Сырт көз сыншы Ресейден келген меймандардың бірі бұрын соңды мұндай кереметті көрмедім деп таңдай қақты. Мы приехали на это шикарное ваше озеро, мы недавно узнали о нем. Мен бұл көлдің ерекшелігіне таңданып тұрмын. Ғажайып мекен. Бұл жердің ауасы таза. Жағажайдағы құмының өзі бөлек. Суы да, балшығы да шипалы екен. Демалыс көңілімнен шықты. Емдеу сауықтыру туризмін дамытуға облыста әлі игерілмеген бай ресурстар бар. Мойылды шипажайы сияқты Маралды, Тұзғала, Қызылту көлдерін емдеу сауықтыру мақсатында пайдалануға болады. Ол үшін су мен балшықтың құрамын зерттеу керек. Туризмді дамытуға арналған кешенді іс жоспарға нақты осы мәселе енгізілген.
Единственное, у нас сейчас не исследованы данные озера. Бұл көлдер әлі толық зерттелмеген. Олардың суы мен балшығының бактериологиялық құрамын зерттейтін жоба бастаймыз. Келешекте шипажайлар салу жоспарымыз бар. Жыл сайын Павлодар облысына шамамен 230 мыңдай турист келеді. Олардың 130 мыңнан астамы Баянауыл ауданындағы әйгілі Жасыбай, Сабындыкөл, Торайғыр көлдерінде демалады. Ал біз айтып отырған Тұзғала демалыс орны келешекте тұрғындарды жыл 12 ай қабылдайтын кешенді шипажайға айналуы да ғажап емес. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Миницкий, Хабар, Павлодар облысынан. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көре аласыздар. Еліміздің бас арнасынан алыстамаңыздар ағайын.